Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, құрметті ата-аналар. Кезекті логопедиялық сабағымызды бастаймыз. Ата-аналар, балаларыңызбен дұрыс ыңғайланып отырыңыздар. Бірінші бізде артикуляциялық жаттығулар. Ат шауып келеді жаттығуы. Жымиып, тісімізді біріктіріп, тілімізді таңдайымызға тақылдатамыз. Кәне балалар, енді бірге қайталап жасайық. Жақсы. Келесі бізде доп жаттығу. Доп жаттығуында тілімізді оңға, солға, жоғары, төмен шеңбер жасап айналдырамыз. Жақсы. Кәне енді балалар, бірігіп жасайық. Жақсы, тамаша, рахмет. Келесі бізде қасық жаттығу. Қасықты оң жағымызға, сол жағымызға, жоғары, төмен қойып, тілімізді созамыз. Жақсы балалар, енді бірге қайталап жасайық. Жақсы, әр жаттығуды 3 реттен жасаймыз. Келесі жаттығуымыз бізде гармошка жаттығуы. Гармошка жаттығуы ат шауып келеді жаттығуына ұқсайды. Жымиып, тілімізді таңдайымызға жапсырамыз. Жақсы, кәне балалар, енді бірге жасайық. Жақсы, тамаша. Келесі бізде ине жаттығуы. Ине жаттығуында тіліміздің ұшын көтереміз. Кәне балалар, енді бірге жасайық. Келесі бізде қайық жаттығуы. Тілімізді шығарып, екі шетін көтереміз. Жақсы балалар, бірге менімен қайталап жасаңдар. Тамаша, рахмет. Келесі бізде логоформула. Логоформуланы айтқанда дыбыстарды созып айтамыз. Бірінші бізде А дыбысы, жымиямыз, екі тісімізді біріктіреміз. А дыбысын созып айтамыз. А. Енді менімен бірге қайталап айтып көрейік. А. Тамаша. О әрпін айтқанда аузымызды жинақтап айтамыз. Жымиямыз, екі тісті біріктіреміз тағы да. О. Енді бірге қайталап айтып көрейік балалар. О. Тамаша. Ал О әрпін айтқанда аузымызды үйрек сияқты созамыз. У. У. Тамаша, кәне бірге қайталап көрейік балалар. У. У. Өте жақсы. Е әрпін айтқанда тіліміз астыңғы тісімізді тіреп тұру керек. Тамаша, кәне бірге айтып көрейік.
Өте жақсы. И әрпін айтқанда екі тісіміз бірігіп, созып айтамыз. И. Жақсы, кәне бірге қайталап көрейік, балалар. И. Тамаша. Енді Л әрпін қосып айтып көрейік. Л әрпін айтқанда тіліміз жоғары көтеріліп тұру керек. Ал. Кәне бірге қайталап айтайық тағы да. Ал. Ол. Кәне балалар қайталайық. Ол. Тамаша, жақсы. Келесі. Ол. Кәне бірге қайталаймыз. Ол. Il. Бірге қайталайық, балалар. Il. Ил. Енді керісінше оқимыз. Ла. Бірге қайталап айтайық. Ла. Ло. Кәне бірге қосылып айтамыз. Ло. Лу. Тамаша, бірге қайталаймыз қайтадан. Лу. Ли. Ли. Өте жақсы, тамаша. Енді осы формула арқылы сөйлейміз. Мына суретпен жұмыс жасаймыз. Мынау жылқы. Жылқының төлі құлын. Мынау сиыр. Сиырдың төлі бұзау. Мынау ешкі. Ешкінің төлі лақ. Мынау қой. Қойдың төлі қозы. Мынау шошқа. Шошқаның төлі торапай. Мынау күшік. Үй жануарлары өте пайдалы. Олар бізге қымыз, сүт, жүн береді. Енді балалар, осы үй жануарлар қой туралы 4 жол өлеңді оқиық формула бойынша. Қой жүнінен киіз басар. Арқа есіп көрпе жасар. Кисе киім, жесе тамақ, мал жоқ шығар қойдан асар. Енді бірге қайталайық, балалар. Қой жүнінен киіз басар. Арқан есіп көрпе жасар. Кисе киім, жесе тамақ, мал жоқ шығар қойдан асар. Жақсы, балалар, біздің сабағымыздың соңғы бөлімі дем алу, дем шығару жаттығулары. Кәне балалар, орнымыздан тұрып, бірге жасайық. Иығымызды тік ұстап, басымызды көтереміз. Мұрнымызбен ауаны жұтып, шығарғанда үйрекші сияқты шығарамыз. Қолымызды жоғары көтереміз, ауаны мұрнымызбен жұтамыз, тартып, ақырын жібереміз. Енді бірге жасайық, балалар. Үш рет жасаймыз. Қайтадан. Жақсы, балалар. Келесі жаттығуымыз. Қолымызбен ауаны көкірекке жинаймыз. Мұрнымызбен ауаны тартамыз. Жібергенде қайтадан үйрек сияқты жібереміз.
Кәне балалар бірігіп жасайық. Бұл жаттығуды да 3 рет жасаймыз. Тамаша. Келесі 3-ші жаттығуымызда қолымызды жоғары көтереміз, аяғымызды сәл ашамыз, ауаны мұрнымызбен тартамыз, қолымызды жұдырықтаймыз, үстіп қысып ұстап тұрамыз. Ауаны жібергенде үйрек сияқты жібереміз. Бұл жаттығуды да 3 рет орындаймыз. Келесі біздің 4-ші жаттығуымыз. Қолымызды артқа қоямыз, бірден мұрынмен ауаны жұтып, бірден қайта жібереміз. Кәне балалар, бірге жасайық. Қазір басынан бастап бір рет көрсетіп шығайын. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.